Бірден жайғаса қалыңыздаршы. Срочно бір жаңалық болып тұр. Срочно бір жаңалық болып тұр. Жайғаса қалыңыздаршы. Гүлзат ханым келіңізші. Гүлзат ханым де. Мына жерде мынандай бір косяк шығып жатыр. Бағанадан бері кеш басталғалы бері арнайы ұжым деп атымыз ғой. Керемет деп мен өзім ойлап отырмын. Жәнібек аға бір кісі келіп тұр, сәулет ете. Оказывается, сіздер таниды екен. Сізді танимын деп жатыр. Бірақ сіздер танисыздар ма, танымайсыздар ма білмеймін. Кезінде бір жер сатқан екенсіздер. Бірақ содан былық шыққан үшін бір жерде екі жерге екі адам басат жеріпсіздер. Сондай болған ба үшін білмеймін енді ше. Ана офисқа барған ояқта жоқ, мынаяқта үшін ақыр соңғы осы жерді тауып келіп тұр осы сол кісі. Ортаға шығарайықшы ше. Bir cındanıp dur, bilmeyeyim ben de. Çıkarabiliriz mi? Reніш жоқ қой, білмеймін, әйтеуір ашылған документ жыртып бірдеңе істеп жатыр жақта. Қарсы алайық, арнайы осы тойға шағыммен келіп отырған қонағымызды қарсы алайық. Жәнібек аға, қараңыз. Сәуле апа. Келе жатыр ма? Бар ма? Қол соғыңыздар енді. Апа келіңіз. Мынау қуасақтым мені. Өшір. Өшір. Кім қайда? Есбол қайда? Есбол қайда? Динара қайда? Екеуі мен құлағыма теуіп сатқан. Шақыр. Гүлзат қайда? Ар жағыңызда. Мен бәрін айтам қазір. Гүлзат іштің емес, мен Жәнібек пен Сәулеге айтам мұның бәрін. Есбол қайда дейін? Шақырсы дүңкеймей, шақырсы. Мына оқы мынаны. Ойнап айтам әркіл. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма, Есбол? Мерекелерің құтты болсын. Жәнібек қайда? Жәнібек мына ұста. Жәнібек қалайсың? Шошып кеттің ме не болды? Кәйім шашым бітіп кетті ғой. Мені көр. Жәнім, әл. Сәуле қалайсыңдар, денсаулықтарың қалай, жақсысыңдар ма? Ал мынау қуаныштарың құтты болсын. Гүлзат, бері кел. Ал құтты болсын, мынау 10 жылдықтарың құтты болсын. Гүлзат, туған күнің құтты болсын. Ешқайсысы көре алмайды-ау деймін сені. Анау құтты болсын, мынау құтты болсын деп жатыр, біреу шапалақ ұрмайды. Жәнібек қалай жағдай? Жағдайың қалай, жақсысың ба, мені таныдың ба? Қаяқтан танисың? Көзіңізден таныдым. Сен осы любой кемпірді көзінен танисың да осы. Қалай жағдай, Сәулешка? Денсаулық жақсы ма? Балалар аман ба? Құтты болсын мына жетістіктерің. 10 жылдық деп жатыр, 20, 30, 40 болып, одан да асып, денсаулық болса, бәрі жақсы болады ғой. Тек мына бала шағың аман болсын. Мына құтты болсын, ден сау болсын, Гүлзаттың туған күні құтты болсын. Осы жарқырап түк жүре берсін. Мен таныдың ғой. Қалай? Таныған как деген нес? Болды, главный. Сен қайнапаң атын айтты. Ойнап айтам. Ал енді мына ал жігіттер, қыздар құтты болсын бәрі. Есбол! Қалайсың, жағдай жақсы ма? Сатып атсың ба? Молодец, сата бер. Динара қаяғында отыр. Динара, молодец. Сердечко дейсің ғой. Молодец. Көйлекті өлтіріпсің. Молодец. Ал құтты болсын, бәрі оң болсын, Сәулешка. Қасты өлтіріпсің. Молодец. Гүлзаттан жетектеп салонға апарған сияқты ғой сені. Ал енді мына 10 жылды құтты болсын, әрқашан жарқырап жүріңдер. Осындай таза ауада, әдемі, далада күшті тойлатып атсыңдар. Бұдан да күшті болып, 20 жылдықтарың үлкен анау таудың етегінде
1000 адаммен өтсін бұйырса. Иә. Осы мына қызыңа жанашыр жігіттер қыздар ғой осының бәрі. Иә. Сондықтан бір-бірлеріңе болсын деп әрқашан жүруді Құдай нәсіп етсін. Фотограф бар ма? Компаниясы әрдайым ерекше бір арнайы, басқа компаниялардан бір арнайы болып тұрсын бүйтіп. Ана фотограф бала, ана орамалжан алып бір столдың басында. Деп айқайлайтын еді, білесің ба? Бура дейді. О, қазір арнайы компаниясының параты болады. Алшы біреуін. Мамана бер. О, папасы ұстайтын. О, осылай шетінен. Мынандай болса бір-бірден ұстап алайық. Көре алмайтындарға қатысы жоқ. Обязательно болады. Бір-екі адам ертең группаға жазады, анау-мынау WhatsApp-тағы. Ол Гүлзат сол группаға жазады, ана мені шақырмады, ананы шақыр деп бүйтті, сөйтті. Обязательно болады. Сондықтан көре алмағанда іштеңе болмайды. Мынандай бір-бірден ұстап алайық. Кеттік. 1, 2, 3. Құрметті жолдастар, Арнайы компаниясының 10 жылдық мерейтойы құтты болсын. 10 жылдық мерейтойы құтты болсын. Жасасын Арнайы компаниясы. Жасасын Арнайы компаниясындағы осындағы жасы үлкен ағаларың. Жасы үлкен әпкелерің. Жасасын Жәнібектей ақсақал. Жасасын Сәуле ханым. Жасасын Гүлзат. Жасасын қандай тағы бөлінетін айтайық қандай болады іште. Орынбай. Орынбай. Кім Орынбай? Сен ба? Өзің қатты жақсы көресің. Молодец, дұрыс. Қасындағы жігіттің аты кім? Қайсар. Динара. Есбол. Ербол. Аслан. Дәурен. Осы бәрі. Жасасын. Бұл компания Қарасай ауданында ма? Қарасай ауданы. Жасасын Алматы облысы. Жасасын Қазақстан Республикасы. Жасасын Тоқа. Политикаға кірмей-ақ қойыншы. Политикаға кіргендер шетінен қораға кіріп жатыр. Ұстай тұр. Жаным. Неше жолбарысты сойып кейіп алды. Жәке, мына қолды ашыңыз. Осы мына қолды бүйтіп ашып тұрыш бүйтіп. Сәке, мына қолдың үстіне мына қолды қойыңыз. Жәке дірілді ме? Көп болған ба, ұстамаңын жөті дұрыстай ме? Мына Құдай қосқан қолдарыңды, адамды Құдайда ажыратпасын. Осы мына жердегі бәрі пашти балаларың ғой. Осы балаларыңа баталарыңды беріп отырып, тек әрқашан ақсақалды ата, ақжаулықты ана болып жүре беріңдер. Аман қолынан ұста Гүлзат. Көтереміз қолды. Бір-біріміздің қолымыздан ұстайық. Іштеге жоқ, еркек қолынан ұстаса іштеге болмайды. Мұсылманды бауырым деп ұстап жүрсе іштеге болмайды. Ол өтірік ол. Андай болып кетеді, мұндай болып кетеді демен. Өтірік. Ол қанында жоқ адам болмайды ондай. Мына қолында алтын жүзіктері бар, абайлаңдар саусақтар. Ал енді осы компанияға не тілейміз? Айтшы. Табыс. Компанияның құрамына не тілейміз? Береке, бақыт, в общем, бәрі. Не жақсылық бар, соны тілейміз. Мы желаем что? Поехали. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастьем поделись с другим.
ұл-қыздарыңның рахатын көріңдер. Ең бастысы аяқ қолың бүтін, денсаулығың зор болсын. Ең бастысы үйде әрдайым секунд сайын әр үйде, осы кісілердің үйінде, әр қазақтың, әр мұсылманның үйінде мынандай дауыс шыға берсін. Жақсы шықсын. Міне, немере сүймегендер немере сүйсін. Ұлы жоқтар ұл сүйсін. Қызы жоқтар қыз сүйсін. Екеуін сүйгендер егіз сүйсін. Рахмет. Жәке, сіз мына шетте отыра тұрыңыз, бір столда. Мынаған отыра тұрыңыз, мына столды мен алайын. Гүлзат, сен де отыра тұр, маман қалсын. Мамасы мында отырыңыз. Осы жерде келін бар ма? Бар. Кім деген аты? Әсел. Шақ. Кел. Бер келді. Осы бастан дұғын алып қойсын. Так. Кескен мияққа келсін. Елім не жағында тұрасың? Ладно, мына жерге тұрш. Осы жерге, осылай. Тағы да келін бар ма? Жалғыз келін. Осы Құдай қаласа жалғыз келіннің өзі 10 келін түсірсін. Бұйырса. Әлі туаласың ба? Құдай берсе тастамаймыз, бермесе қақсамаймыз десе. О шашты өлтірістің кәмте машинка ұқсат. Қанша жылдан бері Әселді танисыз? 23 жыл болды. Сен қанша жылдан бері танисың? 23. 23 жыл болды ма байға тигеніңе? 23 жылдан бері Әсел, сіз туралы не ойлайтын білесіз ба? Білемін. Не ойлайды? Мен жоқта үйге келіп, үйді жинап, мәселе жұмыс істеген емес. Про вас что она думает? Жақсы ойлайды. Ой, мама. Просто вы так думаете. Бүт берем қазір, қара. Білейін, Әсел ішін қайнап жатыр ғой. Әсел 23 жылдан бері мына кісіні, отырған мына кісіні қалай атайсың? Как называете ее? Мама. Сен понтоваться етпе. Қолыңыз жібер, конкретно айт. Мама наша любимая. Қой дейм, очко жинамай. Ризамын, молодец. Әбден мамалатыпсыз. До конца мамалатты. Мысалы, мама үйде жоқ кезде бір жаққа кетеді. Мысалы, Гүлзаттың үйіне кетеді, басқа туған туыстар бір жақ бос жұмып қыдырып кетті. Сен үйде өзің бала шағаңмен. В общем, она дома нету, мысалы үшін. Когда она дома нету, как называешь ее? Мама. Осы жолып, енді Құдай көріп тұрғы шыныңды айтты. Ана кемпір деп ұрат шығарсын. Сәуле деп, сенің шешең деп күйеуің. Шыныңды айтшы. Біліп отыр ғой шет жағасын, біліп отыр. Конкретно не деп айтасың жоқ кезде? Мама. Жоқ кезде мама дейді кім ғой, сендіңіз ба соған? Сен дегенде. Бұл кісінің жақсы көретін тамағы қандай, сен жасаған? Манды. Дұрыс па? Дұрыс. Жаным, берген жейсің ғой, кәйтесің. Қандай кино жақсы көреді? Ой, сериал қарайды, мама. Сен оған қарама, маған қара. Қандай сериал? Фильм ба? Нет. Енді? Российский. Бригада ма? Енді айтса енді, крот па не? Бандитский Петербург. Айтсашы енді, примерно. Сен түк те білмейсің, өте құлаққа теуіп тұрсың текше. Так, 23 жылдан бері ашуына тиген шығарсың, бір нервысына, бір ретте болса, болды ғой, Сен мен нервыма тиіп тұрсың қазір. Ашуланғанда айтатын сөзі қандай? Когда она злая.
Доча? Мынау бар ғой, өлетін жерін біледі екен. Ой, Алла, Жәке, мына кісінің ашуланғанда айтатын сөзі қандай? Сізге? Маған ба? Қараша дейді болды. Сен де өлетін жерін білесің, молодец. Әсел Беркел, маманы құшақта. От души, очко жинамай, дұрыстан қылқындырмай құшақта. Фотограф, пожалуйста.